Сәлем достар, бүгін палаудың тез және оңай жасалу тәсілін көрсетемін. Жылқы еті, пияз, сәбіз, сарымсақ керек болады бізге. Қазанымызға майымызды құйып, майымыз қызғаннан кейін етімізді қуырып аламыз. Екі беті қызарғанша. Үстінен пиязымызды салып, пиязымызды да жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз жақсылап қуырылғаннан кейін үстінен сәбізімізді салып, сәбізіміз босағанша қуырамыз. Қатты қуырып қажет емес сәбізді. Сарымсағымызды ортасынан бөліп, бүтіндей осылай саламыз. Мен суды көз мөлшермен құйдым. Сіздер 1 кесе күрішке 2 кесе су құясыздар. 2 кесе күрішке 4 кесе су құясыздар. Дәмдеуішімізбен тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып, баяу отта қайнатамыз. Осы орайда лайфхакпен бөлісейін. Күрішті мен палауды бастайын деп жатқан кезде суға салып қоямын. Суда біраз тұрады. Күрішті салғанша, күрішті жақсылап жуып, осын палаудың сорпасына батқанша осылай тегістеп шығамыз. Үстінен осындай маечкамызды, яғни салафанымызды күріштің бетін жауып қоямыз. Ауа кірмей, сонда күріштеріміз шашылып әдемі болып піседі. Баяу отта 15 минут пісіреміз. Осымен тамағымыз дайын болды. Күрішіміз 15 минутта піседі. Қараңыздар, шашылып күрішіміз әдемі болып пісті. Етімізді бөлек аламыз. Енді күрішімізді сәбізбен араластырамыз. Ешқандай да езілмей, әдемі болып пісті. Етімізді турап аламыз. Етімізде жұмсақ болып, әдемі болып пісті. Бірінші күрішімізді саламыз, яғни палауымызды осылай әдемелеп салып шығамыз. Бетіне еттерін қоямыз. Осымен тамағымыз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Күріштеріңіз, палауларыңыз яғни әдемі болып піседі. Ас болсын.